Бәріне сәлем достар. Бүгін біз nervus trachearis, яғни 4-ші жұп ми нервтері және де nervus abducens, 6-ші жұп ми нервтері туралы талқылайтын боламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде ми бағанасының сагитальды кесіндісін көре аламыз. Nervus trachearis'тің ядросы су құбыры түбінде және де ортаңғы мидың төменгі төмпешік бойында орналасады. Ары қарай әрбір шығыршақ нервтері ми аяқшаларын мұнда қиылысып, латеральды немесе дорсальды бөліктерінен орап өтеді. Ары қарай нерв ми негізіне ми сыңарларының самоүйлесімен ми аяқшаларының арасындағы саңылау арқылы шығады да, кейінірек алдыға қарай жүріп, қатты ми қабығын тесіп өтеді. Ары қарай алдыға қарай жүреді де, үңгірлі қойнаудың сыртқы қабығына барады, яғни синус каверносусқа. Ары қарай синус каверносустан өтіп, жоғарғы көз ұя саңылауы арқылы көз ұясына кіреді. Фиссура орбиталис superior. Міне, мына жер арқылы кіреді де көз ұясына. Ол жерде тек қана бір бұлшық етті нервтендіреді. Ол бізде musculus obliquus superior. Міне. Мұнда орналасқан musculus obliquus superiorды иннервациялайды. Әкететін нерв nervus abducens 6-ші жұп ми нервтеріне жатады. Бұл нервтің ядросы бізде nucleus abducens көпірдің дорсальды бөлімінде орналасады. Ары қарай алдыға қарай бағытталып, көпірдің қалыңдығына кіріп, және де ми негізіне бізде көпір мен пирамиданың арасындағы жүлге арқылы өтеді, алдыға қарай бағытталып, қатты ми қабығын тесіп өткеннен кейін ары қарай синус каверносусқа кіреді. Яғни үңгірлі қойнауға. Үңгірлі қойнаудан шыққаннан кейін бұл бізде бас қуысынан көз қуысына фиссура орбиталис superior, яғни жоғарғы көз ұя саңылауы арқылы енеді. Енгеннен кейін андус тендаусты тесіп өтіп, тек қана бір бұлшықетті, яғни латеральды тік бұлшықетті нервтендіреді. Musculus rectus lateralis. Міне мұна орналасқан тік латеральды бұлшықетті нервтендіретін әкететін нерв болып табылады.